Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Казбизнес арнасы. Бүгінгі видеода екінші потокқа ақша салып көретін боламыз, сондықтан да видеоны до конца көріңіздер. Достар, ол инвест.робот деп аталады. Бұл жерде жалпы инвестиция арқылы біз ақша табатын боламыз. Ең басына дом деген приложение тұрады. Бұл жерде қарайтын болсақ, $14 минимальный суммасы саламыз, кейін $2,5 күнделікті процент шығарып отырамыз. Қарайтын болсаңыздар, VIP-бірден $14.86 дейін $2,26, яғни профит алып отырсақ болады. Одан кейін $188 салып, $31 профит алып отырамыз. Бірақ бұндай сайттардың ең жаман жері проект тез аяқталып қалуы мүмкін. Сондықтан да ең соңғы ақшаларыңызды салмаңыздар, яғни өздеріңіздің артық суммаларыңызды салсаңыздар болады. Бұл жерде перезарядка деген батырманы басу арқылы біз ақша салатын боламыз. TRC20, TRX, Web20, BNB, Web20, USDC арқылы. Бұл жерде жай ғана осындай батырманы басқаннан кейін қарайтын болсақ, мына адресті копировать етіп, осы адреске $14 салғаннан кейін пополнение завершено дейміз. Одан кейін 3 минуттың ішінде осы аккаунтқа келіп түседі. Одан кейін количественная оценка деген батырмалар тұрады. Сіздер күнделікті бір задание орындау арқылы, міне, раз в день 16 немесе 17% біз прибыль ала алады екенбіз. Ол үшін начать количественную оценку деген батырманы басамыз. Міне, күнделікті осылай басып отыру арқылы бір кнопканы бізге өзіміздің $2,5 профитімізді алып келіп отырады. $2,5 емес, $2,1 $19 түсті. X деген батырманы басамыз. Енді мына жерде пригласить друзей деген батырманы басатын болсақ, бұл жерде достарыңызды шақыру арқылы да проценттер табуымызға болады. Ол үшін копировать деген батырманы басасыз, осы ссылка арқылы досыңыз өтеді, тіркеледі, ақша салады, кейін сізге белгілі бір 13%-тен бастап түсе береді. Міне деген батырманы басамыз. Бұл жерде сонда досыңызды шақырсаңыз, примерно $4 табуымызға болады. Енді бұл жерде ақша шығарып көретін боламыз. Қарайтын болсаңыздар, менде 2,19 уже актив бар екен. Енді отзывать деген батырманы басып көрейік. Бұл жерде мен TRC20 арқылы шығарам, $2 2 деген батырманы басам. Так, адрес вывода дегенге қазір жазатын боламыз. Адрес выводаға жаздым. Пароль безопасностьке тоже жазатын боламыз. Енді подтверждать деген батырманы басайық. Вывести успех деген батырма шықты. Достар, енді бұл сумманы біз түскенін күтетін боламыз. Достар, бұл сайттың түскен түспеген тура осындай скрин отчет ретінде өзімнің группама салатын боламын. Бұл жерде сіздерге проекттердің ссылкалары және де көптеген приложениялардың болып жатқан сайттардың ссылкалары тұратын болады. Сондықтан осы менің телеграм каналыма жазылуды ұмытпайық.